Адамдар қазір 21 ғасырда осы құрбан айт қаншалықты қажет мейрам деп атады. Сіздің пікіріңіз қандай? Қараңыз, бұл құрбан айттың екі жағы бар. Бірінші, осы даталарды мейрам ретінде тойлау. Мейрам ретінде тойлау. Бұл ешкімнің ол нәрсеге араласуға құқығы жоқ деп ойлаймын. Неге? Өйткені мәселен бір адам айтса, қазіргі заманда туған күнді тойлау қаншалықты қажет десе, сізге біреу сөйтіп айтуға құқығы бар ма? Ешқандай құқығы жоқ. Дұрыс па? Сізге ешкімнің құқығы жоқ. Ол өйткені сіздің өзіңіздің төл мерекеңіз. Оны тойлайсыз ба, оны халыққа алып шығасыз ба, айтасыз ба, өзіңіз білесіз. Дұрыс па? Тура сол секілді. Момын мұсылмандарға Алла тағала мына күнді сендерге мейрам қылам деді. Пайғамбарымыз ол кісіге Алланың салауаты мәселен болсын, ең абзал күн бұл құрбан айт күні дейді. 365 күн болса, соның ішінде ең абзал күн бұл. Біздің мейрам ететін, қуанатын, тойлайтын күніміз. Ал оны келіп тұрып мұсылман адам тойлап жатса, оған ешкім келіп тұрып, сендер неге тойлайсыңдар деп айтуға ешкімнің құқығы